Профессор Неумывакин деген өмірден қайтып кетті. 90 жастан астап қайтыс болды. Бүкіл космонавтардың денсаулығына жауап берген академик, профессор, ғылым докторы, медицина ғылымының докторы. Сол кісінің мен осыдан 20 шақты жыл бұрын бір лекциясын тыңдадым. Айтады, адамның азғасына ең тез шығарып тастайтын нәрсесі ол нәжіс. Былайша айтқанда боқ. Өйткені асқазанда ол көп тұратын болса, бүкіл мына асқазанымыз арқылы, қан тамырларымыз арқылы бойымызға тарайды, бізді улайды. Асқазан ана тамақ түскеннен кейін керек нәрсесін сорып алады да, керек жоқ нәрсесін айтады. Болды, мынаны керек жоқ, сыртқа шығарып тастайды дейді. Ол сасып тұр ішіңде де. Аузынан иіс шығады. Әйткен бауырың арқылы бүкіл денеңді улап жатыр. Үлкен кісілер де дәретке қысылып тұрғанда бірден барып таста. Ұзақ ұстап жүрме, кіші дәрет болсын, үлкен дәрет болсын. Шығарып тастау керек, өйткені ағзаны улайды. Енді уақытында шығарып тастаудың мынандай тәсілі бар. Ең алдымен қою тамақты ішу керек, сұйық тамақты жұту керек. Қою тамақты шайнау керек, сұйық тамақты ішу керек. Осыны еске сақтап алыңдар. Қою тамақ қалай ішесің? 20-30 рет шайнайсың. Етті, кез келген алма болсын, 20-30 рет шайнаймыз. Шайнаған кезде қандай процесс жүреді? Аузымызда сілекеймен араласады. Сілекеймен әбден араласқаннан кейін, ол сілекей кәдімгі қорытқыш химиялық. Ана зат уже қорытыла бастады аузда. 30 рет шайнадың. Содан асқазанға түскен кезде ол қорытылу әлдеқайда жеңіл. Қуатың кетпейді. 3 рет шайнап пельменді 2 рет белінен бөлемізді асқазанға лақтыра береміз. Асқазан байқы содан кейін ана кесек-кесек нәрсені қорыту үшін қаншама уақыт күші кетеді. Сенің күш қуатың білімге емес, ананы қорытуға кетіп жатыр. Өйткені энергия кетіп жатыр ана жаққа қарай. Ол бір. Екінші, ауызбен шайнап отырған кезде асқазанда сөл бөлінеді. Қазір тамақ келеді деп, тамақ сөлі бөлінеді. Тамақ келе салысымен сөл бөле бастайды. Үшінші, сумен араластырмау керек, шаймен де араластырмау керек. Тамақ жегенде үстіне шайды біз әдетке айналдырып алдық. Шайды бірден ішетін болсаң, не суды ішетін болсаң, асқазанға түскеннен кейін анау үлкен қоймалжың затқа айналды, бұлтық етеді. Одан кейін ана сөлдің күші жетпейді. Ұзақ уақыт ана ішінде бүйтіп жүр анау. Ұзақ уақыт жүреді де, ол қорытылмайды, ағзаңды улай бастайды. Одан кейін сен оның ішінен алдында ішіне торт тастадың, жеміс тастадың. Не болды мына жерде? Кекіре бастайсың. Тойдан қайтқан кезде кекіреміз, өйткені жаңағы дұрыс тамақтанбаймыз. Тойға барсаң, алдымен жеміс жеп ал, бірден виноград, неменен шайнап жеп ал, жеміс жидек, алма, алмұрт. Мен емес, академик Неумывакин, профессор айтып жатыр деп тыңдаңыздар. Айтпаса айтасыздар, Ахметбек қайдан біледі оның бәрін деп. Академик Космонавтардың денсаулығына жауапты болған адам. Латвияның мемлекеттік сыйлығының лауреаты болған адам. Профессор, ғылым докторы. Соның айтқанын сіздерге түсіндіріп бердім. Енді бүйтесіздер, су, шай ішкесіздер, тамақтан жарты сағат бұрын тоқтатасыздар, қарапайым ғана. Тамақ ішуден жарты сағат бұрын тоқтатасыздар. Кез келген қою тамақты 30 рет шайнап асқазанға түсіресіздер. Болды. Содан кейін 2 сағаттан кейін ғана су ішуге рұқсат. 2 сағаттан кейін. Енді жеңіл каша болатын болса 1 сағаттан кейін. Ал кез келген манты, пельмен, палау жегеннен кейін 2 сағаттан кейін су ішуге рұқсат. Өйткені анау қорытылып болды. Қорытылып болғаннан кейін су ішесің, бірақ су асқаннан анау дайын тұрған нәрсені әжетханаға апардың да шығарып тастадың. Ағзаң уланбайды, шығарып тастадың. Ол уже отход біткен. Енді адам баласы қатты ашыққан кезде нәжіс жесе, ол